Сарбаз соғыстан аман-есен үйіне қайтып бара жатқанына қуануда. Бірақ ұшақтан түскен сәтте майданнан бірге оралған барлық жолдастарын отбасы қарсы алып жатқанын көреді. Ал оны ешкім күтіп алмады. Ол Иракта 11 ай 9 күн қызмет етті. Майдан даласында талай рет өліммен бетпе-бет келді. Сол ауыр күндердің бәрінде оның жалғыз арманы аман-есен үйіне оралып, сүйіктісі мен қызын құшағына басу еді. Үйіне келгенде үйде ешкім жоқ екенін көреді. Сүйіктісіне қайта-қайта қоңырау шалғанмен байланыса алмады. Ақыры үмітін үзбей, оған дауыстық хабарлама қалдырады. Уилл майданнан аман оралғанын, бірақ үйдегі жиһаздың түгел әкетілгенін, әрі банк картасының істемей тұрғанын айтып, мүмкіндігінше тезірек жауап беруін өтінді. Алайда оның хабарламасына еш жауап болмайды. Кеш батқанша үнсіздік сақталды. Соғыстан кейінгі күйзелістен зардап шеккен Уилл күтіп отырып тыныштандыратын дәрі ішеді. Келесі күні еденде оянғанда да сүйіктісінен әлі де ешқандай жауап келмеген еді. Сол түні ол майданда бірге болған екі жақын досына барады. Оларға сүйіктісінің өзін тастап кеткенін, енді өмір сүргісі келмейтінін айтты. Достары оның ойын басқа жаққа бұру үшін музыканы барынша қатты қойып, көңілін көтеруге тырысады. Үшеуі біраз уақыт бірге көңіл көтергеннен кейін, досы Уилл бір ақымақтық істеп қояма деп қорқып, оны өз үйіне қондырады. Бірақ келесі күні таңертең Уилл ерте тұрып кетіп қалады. Ол сүйіктісі жұмыс істейтін жерге барды. Сол жерде оның басқа ер адаммен бірге кетіп бара жатқанын көрген сәтте, Уиллдың үміті бір жола сөніп қалғандай болады. Не болғанын білгісі келген ол сүйіктісімен сөйлесуге бел буды. Жұмысына барып, тікелей бәрінің себебін сұрайды. Бірақ сүйіктісі кетуін талап етіп, араларындағы қарым-қатынастың әлдеқашан аяқталғанын және қызының да оған қатысы жоқ екенін айтып, қуып шығуға тырысады. Уилл кезінде екеуінің үйленуге келіскенін, өзінің әскерге отбасының болашағы үшін кеткенін айтып, көз жасына ерік беріп, оны қайтаруға тырысты. Бірақ ол, сен әскерге кеткен күннен бастап, біздің арамызда бәрі біткен дейді.